Сәлем достар, бүгін бізде ұнтақ ботқасы. Керекті заттардың барлығын өлшемін описания қалдырамыз, сол жақтан алсаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызды отқа қойып, кішкене қызытып алған соң сүтімізді құямыз. Сүт жылып қалған кезде дәміне қаратай қант саламыз. Мен 2 қасық, үлкен қасықпен 2 қасық салдым. Сіздер өздеріңіз дәміне қаратай салсаңыздар болады. Шым-шым тұз саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнтағымызды қосатын боламыз. Оны қосар алдында сүтіміз міндетті түрде сәл кішкене көтеріліп келе жатқан кезде бір қолымызбен ұнтақты себелей отырып, екінші қолымызбенен қасықты айландырамыз. Жаңағындай араластырамыз. Сөйтіп үздіксіз араластыру арқылы жаңағы біздің ұнтағымыз түйіршіксіз, дәмді болып пісетін болады. Сәл бұғып қайнай бастаған кезде оттың астын бәсеңдетіп, бетін жауып қойсаңыз болады. 1-2 минуттан кейін келіп, қайтадан тағы бір араластырып көріңіз, ешқандай түйіршік болмау керек. Ботқаны пісірген кезде ботқа көп араластырғанды жақсы көреді, сол үшін көбірек араластырыңыз. Піскенін осындай қасыққа алып қарасаңыз, ірі болып тұрады, өседі, сол кезде оның піскенін байқайсыз. Сары май қосамыз, аздап, міндетті емес, қоспай қойсаңыздар да болады. Видео сізге ұнаған болса лайк қалдырыңыз және менің каналыма тіркеліңіз.